Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге печеньеден өте дәмді десертпен бөлісемін. Ол үшін видеоны өткізіп жібермей соңына дейін қараңыздар. Бірінші кезекте осылай кремін дайындап аламыз. Қаймаққа, шелектегі қаймаққа осындай вареный сгущенканы саламыз. Негізінде 300 грамм жеткілікті. Бұл жерде кішкене қалып кетеді, сондықтан оны да қосып жібердім. Міне осылай венчиктің көмегімен немесе миксермен араластырып алсаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне осындай майда печеньелер салып араластырамыз. Немесе үйде балалар жемей қалдырып қойған печеньелер тастамай блендерден кішкене майдалап жіберіп, осылай араластырып алсаңыздар да болады. Содан соң формамызға жинаймыз. Қандай формада жинасаңыздар да өз қалауларыңыз. Арасына грецкий орех езіп қоссаңыздар да болады. Міне осылай тегістеп шығамыз. Өте жұмсақ десерт дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Үстіне шоколад ертіп құйсаңыздар да болады. Осылай барлығын жағып шығамыз. Мен үстіне осылай әрлеуге грецкий орехты блендермен езіп алып, үстіне сүйіп шықтым. Егер де сіздер шоколадты ертіп құйсаңыздар да, немесе теркадан өткізсеңіздер де болады. Сонымен холодильникке 2 сағатқа жібереміз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. 2 сағаттан соң аламыз. Осымен десертіміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.